Баршаңызға сәлем, қымбатты мен оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге өте оңай, тез, жылдам 5 минутта дайындалатын өте дәмді, тәтті пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирогтың YouTube каналда түрлі рецептері бар. Мен сіздерге өзімнің оқырмандарыма өз отбасымда дайындалатын ең оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да видеоны мұқият соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, мені қолдап тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Себебі менің каналымда түрлі оңай жолмен дайындалатын рецепттер жинағы өте көп. Бұл менің алдыңғы видео рецепте көрсеткен ашытқысыз ірімшіктен жасалынатын ең оңай бауырсақтың рецептісі болатын. Сондықтан да егерде көрмеген болсаңыздар, астындағы комментария бөліміне сілтемесін қалдырамын. Кіріп қарап көріңіздер. Ал ендеше пирогымызды дайындап бастайық. Ол үшін құрғақ ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды және де қантымызды салып, оның үстіне бөлме температурасында жұмсақ болып тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мен бұл жерде миксермен араластырып жатырмын. Венчикпен немесе қасықпен араластырсаңыздар да болады. Барлығын біріккенше араластырып аламыз. Оның үстіне құрғақ ингредиенттерімізді, яғни разрыхитель мен ұнымызды алдын ала електен өткізіп, жақсылап араластырып, қоспамызға қосып, қолымызға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Достар, сіздер байқасаңыздар, менде барлық песочное тесто осы қамырдан жасалынады. Барлық пирогтарыма осы қамырды қолданамын. Сіздер де осы қамырмен жұмыс жасап көріңіздер. Егер де каналыма тіркелмеген жаңадан келген оқырманым болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаның белгісін все деген батырмаға басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта ең оңай рецепттердің жинағымен бөлісетін боламын. Каналымды жоғалтып алмас үшін дәл қазір тіркеліп өтіңіздер. Біздің қамырымыз дайын болды. Ешқандай морозилкаға немесе холодильникке қоймаймыз, бірден осылай қамырмен жұмыс жасай беретін боламыз. Менде форманың размері 26 диагоналды форма, астына кішкене пергамент қағазын төседім және де бортиктарын майламадым. Егер де сіздерде басқа форма болса, бортиктарын майлауды ұмытпаңыздар. Қамырымызды қолымызбен жайып болғаннан кейін шанышқымен кесіп шығамыз, біздің қамырымыз көтеріліп кетпес үшін. Және де өзіңіздің қалаған ингредиенттеріңізді қосасыздар. Мен бұл жерде қара мейізді алдым және де жаңғақты осылай пышақтың көмегімен ұсақтап турап алдым. Қолыңызбен үгітіп жасасаңыздар да болады, немесе жаңғақтың орнына миндаль немесе басқа да сухофруктыларды қолдансаңыздар болады. Енді осы жаңғақтарымыздың үстіне мен 3 желания сгущенкасын қолдандым. Сіздер өзіңіздің қалаған сгущенкаларыңызды қолдансаңыздар болады. Бірақ мен сіздерге айналайын 3 желания немесе деп фирмасының сгущенкасын қолдануға кеңес етемін. Сол кезде сіздердің пирогтарыңыз өте дәмді болып шығады. Сгущенкамызды салып болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Толықтай суытқаннан кейін барып формасынан шешетін боламыз. Мен майламағаннан кейін шетіне кішкене пышақтың көмегімен ашып шықтым. Формасынан дәл осылай оңай шешіледі. Егерде сіздер толықтай суытатын болсаңыздар. Суытқаннан кейін холодильникке 1-2 сағатқа салып аламыз. Содан кейін кесіп ұсына берсеңіздер болады. Пирогымыз дайын. Ең бастысы өте дәмді және де аз ғана уақытта, аз ғана ингредиенттен дайындалатын дәл осы пирогты менімен бірге сізде өз отбасыңызға дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбіт заман болсын. Пока-пока.